Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі сырға жасап үйренеміз. Оңай әрі тез жасалынатын сәнді сырғалардың бірі десек болады. Яғни ол үшін бізге қажетті заттар, мен мынандай золотистый түсті бисермен тоқимын, леска және қайшы, сосын мынандай бисердің инесі, және де яғни үйде тағылмай жатқан сырғалар болса, осыларға мынандай іліп тағып жаңа сырға жасап үйренеміз. Яғни енді дайын болсаңыздар, мастер-классымызды бастайық. Ал достар, мінекей менікіндей осындай жіп қатты ұзын емес, инеден өткізіп алдым. Яғни ең алдымен бізге 36 бисер алу керек. Яғни 36 золотистый бисерден теріп аламыз. 36 бисерімізді өткізіп алдық. Енді сабақтап байлаймыз. 2 рет түйіп байласаңыздар жетеді. Өте қатты тығыздап байламаңыздар, кішкене босстау болсын. Ой, менікі шатасып жатыр. Ал байлап алдым. Енді бізге бір бисерден, яғни бір бисерден алып отырамыз. Артығын әлі кеспейсіздер. Жұмыстың соңында кесеміз. Бірінші бисерден осылайынан өткіземіз. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге бір бисер алу керек. Бір бисер алдым. Ортасына бір бисерді тастап кетеміз де, екінші бисерден жоғары шығамыз. Келесі екінші бисерді аламыз. Бір бисер алдық. Ортасына бір бисер тастап кетеміз. Мына келесі бисерден шығамыз. Яғни осылай қатар аяқталғанша өткізіп шығамыз. Бір бисер тастап кетеміз, екінші бисерден жоғары қарай шығамыз. Достар, енді өздеріңіз кругты айналып, осылайынан бір бисерді тастап отырып, айналып шығасыздар. Соңғы бисерді алдым. Мына бисерден өткіземіз, бір бисер тастап. Соңғы бисерден өттім. Енді мына екінші қатарда бірінші бисерден инемен өтіп шығамын. Неге осыны бізден домалақ пайда болу керек. Яғни екінші қатарды біз тоқып болдық. Енді келесі үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін тура жаңағыдай мына бір бисер, яғни ортадағы екінші қатардың бисерлерінен осылайынан өтіп шығамыз. Бір бисерден алып отырып. Осылайынан ары қарай өздеріңіз домалақ біткенше, яғни круг айналып біткенше осылайынан бір бисерден алып отырып тоқисыздар.
соңғы бисерге келдім. Мына бисерден өткіземін да жоғарғы мына 3-ші қатардың бисерінен шығамын. Осындай болып шығады. Енді бізге мынау екінші бетіндегі бисерді тура осылай толықтыру керек. Яғни ол үшін мына бисерлерден өтіп мына келесі қарама-қарсы бетіне өтіп алдым. Енді ол бетті де тура осылай екінші қатардағыдай қылып тоқимыз. Яғни бір бисерден алып отырып мына бисерден шығып аламыз. Енді бір бисерден алып отырамыз. Әрі қарай жұмысты жалғастырамыз. Яғни екінші қатарды тоқып бастаймыз. Осылайынан домалақ жасап шығамыз, кругты айналып шығамыз. Соңғы бисерге де келдік. Мына бисерден өтеміз, яғни екінші қатарды осымен аяқтаймыз. Мына бисерден өтіп, келесі мына екінші қатардың бисерінен өтіп шығамыз. Енді тура жаңағы мына бетін тоқыған сияқты бұл беттен де үшінші қатарды алып шығамыз. Яғни оны өздеріңіз жасайсыздар. Яғни бір бисерді алып, мынау шығып тұрған бисерлерден өткізіп шығасыздар. Екі жақтан да үш қатардан алып шықтық. Мына бетінен де, енді екеуін бірге қосатын боламыз. Егер сіздер қалыңғырам, яғни егер сіздер сырғаны қалыңырақ қылам десеңіздер, домалақты, яғни тағы да 4, 5, 6 қатар тоқсаңыздар болады. Маған 3 қатар жеткілікті. Енді тек қана бір-бірін қосамыз. Яғни ол үшін мына жерден шығып тұрған бисерден, қарама-қарсы бисерден осылайынан өтіп, бір-бірін қосып шығамыз. Мына бисерден, яғни кезе-кезе қарама-қарсы бисерден өтіп шығамыз да тартып отырамыз біріктіру үшін. Осылайынан бисерлерден өтіп шығамыз. Міндетті түрде тартып отырыңыздар, босап қалмасын. Осылайынан бір-біріне қарама-қарсы беттен кезек-кезек алып отырып тартып отырамыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз, қосып. Ал достар, мен айналдыра тоқып қосып шықтым. Енді соңғы бисерлер қалды, міне қосатын. Соңғы бисерлер қалды. Осылайынан өткізіп, енді артық мына жіпті қиып тастайтын боламыз. Ол үшін мына бисерлерден осылайынан өткізіп шығамыз. Достар, жаңа айтып кеткенде, егер сіздер қалыңырақ, бұдан да қалыңырақ қылғыларыңыз келсе, ол үшін, яғни екі жақтан да 4-5 қатардан, мысалы 4 қатардан тоқимын десеңіз, 5 қатардан тоқимын десеңіздер де болады. Яғни мен қазір сіздерге 3 қатармен тоққанмен көрсеттім. Егер осылай ұнап жатса, осылай тоқсаңыздар да болады. Енді бисерлерден өткізіп шығамыз, артық жіпті қиып тастау үшін. Яғни достар, егер түсініксіз болып жатса, видеоны қайттан қарап көріңіздер. Болмаса, комментарий жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал біраз бисерлерден өткіздік. Енді артық жіпті кесіп тастасақ болады. Мына жақтағы артық жіптерді де кесіп тастаймыз. Осындай әдем болып шығады. Домалақ
өзінің формасына келген, қатты болып шығады. Енді сырғамызға бекітетін боламыз. Соны қазір сіздерге көрсетемін. Ортасына кез келген бір жіптен өткіземіз. Өткізу қиын болып жатыр, себебі қатты тоқылғандықтан. Өткіздім. Енді ашық жерін жауып қоямыз. Осымен біздің сырғамыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.